Әби Умама пайғамбар алейхиссалату вассалам көп дұға жасады дейді. Есімізде қалмай қалды дейді. Сосын сұрадық дейді. О, Алланың елшісі, көп дұға еттің ғой, жаттай алмай қалдық қой, қайсысын айтарымызды білмей жатырмыз. Сонда мен сендерге бір нәрсе үйретейін. Бүкіл барлығын қамтиды деді. Жаңа айтып шыққан дұғаның барлығын қамтайтын нәрсе үйретейін ба деді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "О Аллахым, сенен пайғамбар сұраған жақсылықтың барлығын сұраймын. Сенен пайғамбар сыйынған зиянның барлығынан сыйынамын" деп сұрағандар болды деді. Қандай бір пайда болатын болса, сізбен бізге пайғамбар айтып кетті ғой, бәрін пайғамбар біледі ғой. Ол сұрап шықты барлық жақсылық атауын бәрін. Пайғамбар сенен нендей жақсылық сұраған болса, соның бәрін сұрайын. Пайғамбар сенен қандай зиян нәрселерден сыйынған болса, мен де солардан сыйынамын. Аллаху акбар.